айналамыз саны бар сапасы жоқ, әйгерім блогерлерге толып кетті. Иә, біреуі хайып жасайды, біреуі айып жасайды. Әйтеуір бәрінің ойлаған ақша, атақ келсесің бе? Бес саусақ бірдей емес, Нартай. Иә. Сенің айтып отырған сөздерін біздің блогер әріптесімізге ешқандай қатысы жоқ, себебі оның парақшасы креативке, пайдалы ақпаратқа толы. Өмір тамаша, табиғат тамаша болып тұр. Намаша жабысқа дезат етіп кеткен бәріне ақ жол тіледім. Қоңыр, машинаны бұлықтың светі деп жақтырмайды деп әдемі көрінеді екен. Сен де күшті қот, әдемі. Не болды? Мен деген кешеден бері өмірді сүй, әлемді сүй деген психологиялық тренинг марафонына қатысып жатырмын. Өзгерем енді, мені танымайтын боласың. Ғажап. Хан шатыр да әдемі, Астана да әдемі, қысы да күшті, суық емес. Мен өмірді сүйемін. Гульжазира, здравствуй, дорогая. Когда мы с тобой познакомились, ты мыслила категориями общих планов. Моя была задача научить тебя мыслить средними планами. А сейчас, когда ты сама подошла к такому прекрасному возрасту, ты уже мыслишь крупными планами. Гүлжик, Таңкілдек, сен жақсы көрім негізі. Сондай ашық, жарқын, жасына қарамай, жас көрінетін, әдемі қызсың ғой. Қандай шешесің, қандай тележүргізушісің. Қазір сен енді Қазақстанның денсаулық сақтау министрімен теңсің ғой қазір. Теледәрігерсің. Гүлжазира қашанда ұжымның гүлі, ұжымның сәні, ұжымның ұйытқысы болып жүр. Өзінің жұмысын ойнап, күліп, қалжыңдап, тіпті билеп жүріп жасайды. Нағыз позитив. 5 комплексов десем де, сіздер мені түсінесіздер. Өте ақ көңіл, қолы ашық, аузын ашса жүрегі көрінетін адам. Сәлеметсіздер ме отандастар, бүгін маусымның 20 жұлдызы күн сейсенбі аралап атқан таң әр отбасына бақыт пен шаттық сыйласын. Есіңде ме Гүлжазира, екеуміз тікелей эфирде 2 сағат бойы бағдарлама жүргізгенде мен саған Гүлфариза деп отырыппын. Кейін эфирден шыққаннан кейін сен неге мені Гүлфариза дейсің? Менің атым Гүлжазираға деп ұрысқаның есіңде. Жалпы сен туралы естеліктер, қызықтар өте көп, кітап жазуға болады. Екеуміз Төле бидің бойындағы есіңде ме Гүлжик? Зептір. Қателеспесем, ыдыс аяқ сататын магазинге барып, жаңағы сенің жасауыңды, төсек орныңды алып жүгіріп, менің жаман Маздан бар ол кезде. Одан кейін жаңағы тойға шығамыз, халтура дейді ғой. Өзіміздің бір командамыз болған, жаңағы қыз ұзатуға шығатын. Сол командамызбен сенің тойыңды, төсек орныңды, жасауыңды бірге алысып, өз қолыммен сені ұзатып шығарып салған екенмін. Ты знаешь, нас с тобой объединяет многолетняя дружба. Мы много лет бок о бок в прямом эфире на федеральных каналах проработали вместе с тобой. И у меня о тебе самые яркие и теплые впечатления. Ты безумно светлый, добрый, отзывчивый человек и большой профессионал. И для меня большая честь и большая гордость окунуться в эти воспоминания. У Гульжазиры вот это вот классное качество, что она душой болеет. Она не душой, телом, мозгами, красотой своей. Она всем болеет, чтобы то дело, которым занимается она, вот, чтобы оно получилось на максимум. 10 лет назад, когда ты вела программу «Толагай», никогда не забуду этот случай, когда ты бежала, упала с лестницы ПТС, будучи беременной на Исану, вторую дочу, отряхнулась, пошутила и побежала дальше. В этом ты вся. Қадірлі Гүлжазира Берікқызы, маған көптеген көмегіңіз тиді. Импровизациялық қасиетіне болсын, қалай сөйлеу керек, барлығын мен сізден үйрендім. Ты рождена для того, чтобы работать в средствах массовой информации. Потому что ты умная, красивая, женственная, с огромным интеллектом и чувством юмора. Ну а что можно пожелать такой умной, замечательной, отзывчивой девушке, как ты? От всей души желаю тебе новых гениальных идей, новых блестящих побед и новых замечательных знакомств и встреч. Туған күн құтты болсын. Аман бол. Қашанда болсын, жанымызда бол. Жадымызда бол. Мен құрдасым сенімен бірге бір жастықта қартайсын. Барша армандарын, жоспарларын жүзеге аса берсін. Өмір жасын ұзақ болсын, әрі өмірің қызыққа толы болсын. Гүлжик, жаным сол. Туған күнің құтты болсын. Сенің достыққа адалдығың, сенің еңбекқорлығың, сенің намысшылдығың, ортаңа
өзіңді өзің сыйлата білуің, сенің жақсы қасиеттерің өте көп. Жағың түскенше жамандық көрме. Алматыда жылда тойлайтын едің ғой. Сол Алматыдан кейін бір туған күніне шақырған жоқсың. Шындығыз. Туған күн құтты болсын. Гүлжазира, мы, конечно, очень дико тебя ревнуем, что ты ушла в другой продакшн. Но на самом деле я очень рада за тебя, потому что где бы ты ни была, твои качества характера помогают тебе быть востребованной везде. И нам уже под 40 лет, и нам сейчас, наверное, самое важное, этап выживать мы уже прошли. Что-то кому-то доказывать, мы тоже уже этот этап прошли. И мне кажется, мы сейчас на таком жизненном этапе, когда важно жить, ощущать жизнь, радоваться жизни, замечать эти красивые моменты, то, что нам дарует Аллах. И я вот тебе желаю просто с кайфом проживать каждую секунду своей жизни, каждую минуту, каждый день. Всего тебе самого доброго. Всего самого хорошего. Всех благ. Люблю тебя, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия. Искренне присоединяюсь ко всем поздравлениям, которых будет наверняка немало. Для меня это большая честь. Я желаю тебе и твоей семье, так как ты уже давно в новом статусе. Супруги, любящие и заботливые мамы. И я был на твоей свадьбе. И хочу искренне пожелать прежде всего тебе крепкого здоровья, тебе и твоей семье. Большого женского счастья, семейного благополучия. И, конечно же, спасибо тебе большое за нашу добрую дружбу. Всегда ваш Алан Черкасов. Гүлжазира, с днем рождения. Гүлжазира, біз сені аман болыңыз, қалыспа, дайындал, алға! Hit you hallelujah, girls hit you hallelujah, girls hit you hallelujah, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you, cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot, don't believe me, just watch.